Пісірген булочкем дұрыс шықпайды, жұмсақ болмай шығады деп жазатын қыздар дәл осы рецепт сақтап алып жасап көріңіздер. Бір жасағаннан сәтті шығады. Алдымен 2 жұмыртқаға қант, тұз салып жақсылап араластырамыз. Ертілген сармай қосамыз. Кез келген сармай түрін қолдансаңыздар болады. Және де құрғақ дрож, жылы сүт қосып, тағда 1 келікті маса етіп араластырып аламыз. Міндетті түрде онда електен өткізіп қолданыңыздар. Оның үстіне 1 шай қасық қамыр қопсытқыш қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге шамамен 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз әдемі болып көтерілгеннен соң кішкентай бөліктерге бөліп, бетін жауып, тағда 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін 2 алақаныңызды азғана майлап, дәл видеодағыдай формаға шығарамыз. Кез келген өзіңізге ыңғайлы формада пісірсеңіздер болады. Мен дәл видеода көрсетілгендей гүл тәріздес формада пісіремін. Қыздар міндетті түрде формаға салып болғаннан соң бетін тағда жауып, шамамен 15 минутқа қалдырыңыздар. Сол кезде жұмсақ болып піседі және де әдемі болып көтеріледі. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді және де жұмсақ болып шығады қыздар.